Сонымен 758 есептің бірінші есебіне қарайық. Бұл жерде берілген ондық бөлшекті оған тең ондық бөлшекпен алмастырып, нәтижесін теңдік түрінде жазыңдар дейді. Ал енді осыған тең ондық бөлшекті алмастырайық. Ол үшін бізде 5,2 дегенді алып, қалған нөлдерді алып тастай салайық. Сонда ол 5,2 болады. Ал қалған нөлдерді біз алып тастай салдық. Себебі ондық бөлшектің соңына қанша нөлді тіркеп жазсақ та, санның мәні еш өзгермейді. Ал енді осы 758 есептің үшінші есебіне назар аударайық. Бұл жерде осындай сан берілген, және осыны алмастыруымыз керек оған тең санмен. Оны алмастыру үшін 0,093 дегеннен кейінгі біз артық нөлдерді алып тастай саламыз. Осы екеуін алып тастасақ, бізде 0,093 деген сан шығады. 0,093 деген санды береді. Дәл алдыңғыда айтқанымыздай, ондық бөлшекте санның соңына қанша нөлді тіркеп жазсақ та, сан мәні еш өзгермейді. Осылайша біз нөлді алып тастасақ та сан еш өзгермейді. Сондықтан 0,193 деп оны жаза аламыз. Ал енді 759 есепте бізде жұлдызшаның орнына тиісті теңсіздіктердің белгісін үлкен немесе кішіні қойыңдар дейді. Салыстыратын болсақ, бізде алдындағы салыстыру ережесі бойынша бірінші санның бүтін бөліктерін салыстырамыз. Қайсысы үлкен болса, сол сан үлкен болып табылады. Ал енді бүтін бөліктері бұл жерде 2 саны және 3 саны үтірге дейін орналасқан сандар. 2 және 3 санның қайсысы үлкен дейтін болсақ, әлбетте 3 саны үлкен. Сондықтан оң жақтағы ондық бөлшек бізде үлкен болып табылады. Сонда 2,7-ден үлкен болады 3,6 саны. Немесе 3,6 саннан 2,7 саны кіші болады. Үшінші есебінде 14,901 мен 14,890 сандарын салыстырыңдар дейді. Сонымен салыстыруды бастайық. Бұл жерде екі санның да бүтін бөліктері тең, яғни 14-ке тең. Демек біз ары қарай үтірден кейінгі сандарын салыстырамыз. Үтірден кейінгі бірінші орналасқан сан бізде 9 және 8 сандары. Демек, бұл жерде 9 және 8 санын салыстыра отырсақ, әлбетте 9 саны үлкен 8 саннан. Сондықтан, сол жақтағы ондық бөлшек бізде үлкен болып саналады. 14,890 санынан үлкен болып табылады. Ал енді сол үшінші есебінде 7,308 саны мен 7,312 санын салыстырыңдар дейді. Ал енді салыстыруды бастайық. Бізде бөлшектің бүтін бөлігінен бастаймыз. Бүтін бөліктері тең. 7 саны және 7 саны. Екі санда да бірдей. Ал ендеше үтірден кейінгі сандарды салыстырайық. Бұл жерде үтірден кейін бізде орналасқан 3 саны және 3 саны. Олар әлбетте бір-біріне тең. Демек, 3 сандар тең болғандықтан, одан кейінгі тұрған сандармен салыстырамыз. Одан кейін бізде 3-тен кейін 0 саны орналасқан, және мұнда 1 саны орналасқан. Демек, бұл жерде 0 мен 1-ді салыстыратын болсақ, әлбетте 1 саны үлкен болады. Демек, бізде оң жақта орналасқан ондық бөлшек үлкен болып табылады. Сонымен біз былай жазамыз: 7,308 саны кіші болады 7,312 санынан. Демек, 7,312 саны үлкен болып табылады. Ал енді 761 есепте шамаларды ондық бөлшек түрінде жазып салыстырыңдар дейді. Сонымен бірінші есебінде 3 кг 485 грамм және 4 кг 80 грамм сандарын ондық бөлшекке айналдыруымыз керек. Сонымен бізде 1 кг 1000 граммға тең. 1000 граммға тең болғандықтан, біз бұны ондық бөлшекке айналдырған кезде 3 бүтін алымына 485 граммды жазамыз, және оны бөлеміз 1000 граммға. Сонымен бұл аралас санға айналды. Ал енді 4 кг 80 грамм дегенде де аралас санға айналдырайық. Ол үшін 4 деп жазамыз, және бөлшек сызып, бөлшектің бөліміне 1000-ды қоямыз. Ал алымына 80 граммын жазамыз. Енді осы аралас сандарды ондық бөлшекке айналдырайық. Сонымен бұны ондық бөлшекке айналдырған кезде 3 деп бүтін бөлігін жазамыз. Ал бүтін бөліктен кейін үтірді қоямыз да 485 санын жазамыз. Сонымен бұларды ондық бөлшекке айналдырмастан бұрын оларды
жай бөлшекке айналдырып жазайық. Осы шыққан екі жай бөлшекті пайдалана отырып, ондық бөлшекке айналдыра аламыз. Ол үшін 3485 деп жазып аламыз. Және бөлшектің бөлімінде 3 ноль бар. Сондықтан біз 3 санды таңдаймыз. Мінекей, оң жақтан санағанда 485 санын аламыз да, 485 санындағы 4-тің алдына үтірді қойып қоя саламыз. Сонда 3,485 саны жазылады. Ол ондық бөлшекке айналды. Ал енді 4080-ді ондық бөлшекке айналдыратын болсақ, 4080 деп жазып аламыз. Және бұл жерде де бөлшектің бөлімінде 3 ноль, 1000 санының 3 нолі болғандықтан, бізде мұнда 3 санды таңдап аламыз. Және оң жақтан 3 санды таңдадықта, мінекей 0-дің алдына үтірді қоя саламыз. Ал енді осы тұрған 2 санды салыстыра саламыз. Салыстырыңдар деді. Бұл жерде ондық бөлшектің бірінші бүтін бөліктерін салыстырамыз. Бүтін бөліктерін салыстырсақ, бізде 3 саны мен 4 саны. Қайсысы үлкен дейтін болсақ, әлбетте 4 саны үлкен 3-тен. Сондықтан бізде оң жағында орналасқан ондық бөлшек үлкен болып табылады.